Al salamasına ballar. Oy. Battalt. Ha? Sıra yakında. Erken uyunda otursun mu? Вот именно әкем үйінде отырмын ғой. Ey. Kim aytты саған erken uyuды? Бұл білім ошағы, білім ордасы бұл. Вот именно осы мектептің ішіндегі тақталар, парталар, мына жарық шамдар менің әкем әперген. Так что бұл менің екінші үйім. Қалай сөйлеймін, қалай жүрем, қалай отырам, өзім білем. Ей, сонда біз кім болдық? Сіздер ма? Сіздер менің қонағымсыздар ғой. Қонақ қойдан жуас деген тыныш болсаңызшы. Жарайды, балдар, не амаңдар? Көңіл аудармаңдар, сабағымызды өтейік. Отыра беріңдер. Жағдайларың жақсы ма? Ешкім ренжітіп атқан жоқ па? Балаң қалай жағдай? Жақсы, батя. О, сіз кімсіз? Кімсіз? Әкіммін мен. Әкіммін деп қой. Осы қаланың әкіммін мен. Әкім болсаңыз, есік қақпай кіре бересіз ба? Сабақ өтіп жатырмыз мына жерде. Мен әкіммін ғой, мен рұқсат сұрамаймын ғой. Рұқсат сұрасам несіне әкіммін мен? Неге маған десең, президент болып кетесің? Неге президент болып кетесің? Өз тартып өтесің бе? Диплом сатып алдың ба? Сатып алған жоқ. Оңбаған көрсетем мен сендерге. Оңбаған, маған десең неге президент болып кетпейсің сен? Оңбаған, отырамыз сашаламыз. Қайсың әкімнің баласы? Тірек орнына, тат аяғында. Кел аяғында. Көргенсіз. Тұрармын. Сабақ айт. Үйге беруге тапсырманы айт маған. Қазақ хандығы. Так. Қазақ хандығы. Керей, Жәнібек. Так. Қасым ханның қасқа жолы. Так. Жеті жарғыны айт. Жеті жарғы. Бірінші жарғы. Так. Бірінші жарғы. Так. Отыр екі. Оңбаған десейші. Отыр, оқымайтын сабақта. Оңбаған. Көргенсіз өңшең. Қайсысын басаң да, әкең мен шешеме қорқпақыңдар мені. Айбет дейсенді. Ой, болмай, қазақ тарихында мұғалім әкімнің құйрығынан тепті деген кім көріпті? Соны айтам да, бірақ бар ғой, қат тептіңіз. Алдында анау дайындықта жай теуіп жүредіңіз, кеше қат тептіңіз. Түнімен өтім ауырып, ұйықтай алмай шықтым. Кешіріңіз. Балдарды көзінше образ қарап кеткен ғой. Ашылмай көрінсін дедім да, өтірік екен біліп қалмасын дедім. Дұрыс. Осы соны дұрыс дедік па кешегіні? Мырзахан ағай, өте дұрыс дедік. Бұл эффективный әдіс. Ұстазын ұлықтамаған елдің болашағы жоқ дейді. Ондай бар. Біз сіздерді ұлықтамасақ, біз сіздерді жоғары көтермесек, кім көтереді? Мырзахан ағай, тағы кімнің баласы оқымай, сабаққа келмей, сіздің мазаңызды алып жүр? Айтыңыз. Осы да жетер. Жоқ, жетпейді, айтыңыз. Айта білейін ба? Айтыңыз. Анау сіздің бірінші орынбасарыңыз бар ғой? Әкім орынбасары. Соның баласы шатақ. Оқымайды. Балдарға тиіседі. Соны со бала қиындау. Сосын біздің мектеп директорының баласы да өте қиын. Анау әкесіне сенеді дағына сабақ оқымайды. Тыңдамайды мұғалімдерді. Ақмарал, маған анау бірінші орынбасарымды және 18-ші мектептің директоры Тұрсынхан ағайды шақырып беріңізші алдыма. Жылдамырақ келсін, Енді бәрін теуіп шығарсыз. Мені ғана теуіп бересіз ба? Барлығын теуіп шығарсыз. Бүкіл әкімдер сіз сияқты болса, біз қашан дамыса кереміз? Өз қолымызды өзіміз балтамен шауып жүрміз ғой әйтпесе. Рахмет. Өз баламызды өзіміз бұзып жүрміз ғой.